андай камера бар, айналдырып звуксыз түсіретін, дауысы жоқ. Бағасы 750 мың қалды. 25 теңгеге шығарамын да, ауылға 100 теңге сатып жүретін кішкентай кезімде. Негізі оқымадым мен. Ауыр көріп, біз ана ойын ойнаймыз ғой, Counter Strike. Подписчик аз болса да, не болса да, орыс тілді жаңағы нелерді, блогерларды нелер тартып жатады. Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін бізде экшн жобасы жалғасуда, екінші шығарылым. Және бүгін бізде қонақты видеограф, оператор, режиссер, инстаграмда талай видеолармен біраз адамның жүрегін баураған дронның атасы Әділет Рахметолла. Қош келдің. Қош келдік. Көңілге қалай? Көңілге өте тамаша. Шақырғаны көп рахмет. Мен негізі ең алғаш осындай бағдарламам, ең алғаш өстіп интервью беріп жатқан. Енді газет, бір сайттарға бергеніміз бар, бірақ осындай видеода беріп жатқан ең алғаш. Алғашыншы болып өзің алып жатсың. Көп рахмет. Оташық. Енді жалпы сұрақтардан жайлап бастай берейік. Бұл жалпы жобаның негізі тағы да бір айтып кетейін, мақсаты осы әлеуметтік желіде жалпы елімізде көзге түсіп жүрген, жақсы жұмыстармен көрініп жүрген өзіміздің қазақ жігіттерден осындай сұхбаттасу, жалпы видеографтар әртүрлі. Енді бірінші сұрақ, жалпы видео түсіру осы менікі деген ой қашан болды? Шыны керек, мен тұқымдарымнан осындай оператор, фотограф, 83 жылы папамның туған ағасы бар. Ол кезде біз жоқпыз ғой, планда да жоқпыз. Сол кісі андай камера бар, айналдырып звуксыз түсіретін, дауысы жоқ. Сонымен сол кезде түсіріп жүрген сондай видеолар біз бала кезімізде көрдік. Одан кейін папам інісі Германияға барып келіп тұрған деген аға септік. Мен осы оператор болуыма, фотограф болуыма, осы салада жүруіме ең бірінші Алла ғой. Екінші тұрған деген папамның інісі бар туған. Сол кісі маған себепкер болды. Ол кісі Германияға барып, сол жақта Panasonic VHS деп қояды. Сол камерамен алып келіп, сол кезде той түсіретін, ауылда бәйгі түсіретін, сол кісінің қасында жүріп, бала болып жүріп, соған қызық еліктеп өстік негізінде. Бірден бір себепкер сол болды. Одан қалаға келіп, мен студент болып жүрген кезімде видео студияларда істедім. Той түсіреміз, документальный фильм, соларда оператор болып істеп жүргем. Сол кезде ақша жоқ, 250 мың теңгеге Sony 1000 деген камера тұрған ағам алып берген маған. Содан басталды, кеттік. Қанша маған примерно бір 11 жыл болып қалған шығар осы салада жүргеніме. Негізгі өзің оқыған мамандығың қандай, қай неде, университетте оқыдың немесе колледж там? Мен өзім 11 бітіріп мектептен кейін түстім. Өз мамандығым строитель оқығам. Бірақ ол папам таңдау болды. Қазіргі қазаққа керек мамандық строитель бол деп мен строительге жіберген. Түсіріп отыр. Ужас! Қай университетте? Сәтбаев, Казенту, қазіргі су болып кетті. Казенту, политех. Сол жерде строитель мамандығын оқыдым мен. Бірақ ол жерде оқып жүріп, мен видео саласында жүріп, негізі оқымадым мен. Бірінші курстан оқыдым да строитель. Одан қалды. Стипендия алып жүрдік 4 жыл бойы. Ол кісілерге суретке түсіріп берем, бүйтем, сөйтем, әйтеуір сөйтіп бағамды алып жүргем, 4 бағамды. Негізі мектеп кезде бірақ өзің режиссер, оператор не дегенге бардың? Мектеп кезде ол болды. Себебі класста балалармен мен шыны керек кішкентай кезімде 7-6 класстарымда мен соңғы қоңырау, алғаш қоңырау деген сияқты мектепте болатын мейрамдарды суретке түсіретінді. Мен Жамбыл облысы Қордай ауданымын ғой. Районға барамда, Қордайға барамда 25 теңгеге шығарамда, ауылға 100 теңге сатып жүретін кішкентай кезімде. Енді ол кезде суреттер қандай еді, ол кезде әйтеуір адам болса болды ғой, кезде түсінбейсің, воздух деген анау не ондай түсінбейсің. Әйтеуір бизнес сондай. Алғаш бастағам сондай кезде. Мектепте де ол салада жүрдім мен айналасында. Ағамның қасында, тұрған ағамның қасында жүрдім. Инстаграмда көп видеолар енді барлығы, көбісі дронмен түсірілген. Әдемі видеолар бар, стористарда, ленталарда. Бірақ неге Инстаграмда лайв формат аз? Өзің жалпы өміріңде отбасың туралы, өзіңнің отбасылық жағдайың туралы не жоқ, информация жоқ? Шыны керек, мен өзім Инстаграм осылай жүргізген кезде мен мынандай болды.
өзім мақсат қойдым да. Мен енді шетелде болдым, кейде бір шетелге боласында, білмеймін, шетелге туристер ағылып келіп жатады. Сосын ойлайсың, біздің Қазақстанға неге келмейді? Біздің Қазақстан табиғаты деген, табиғаттың қасында деген керемет қой деп ойлайсың. Сосын өзіме сел қойғам, мақсат қойдым. Осы бір Қазақстан кішкене болсын, бір Қазақстанға бір пайдамыз тиейікші, осы бір туристердің келуіне бір септігін тигізейікші деген бір мақсат болды да, бір Қазақстан бір табиғатын көрсетейінші. Білмеймін, қазір өзімді аз көрсетіп, табиғатты көп көрсеткім келеді, бір әдемілікті көрсеткім келеді, жақсылықты көрсеткім келеді, жақсы нәрсені көрсеткім келеді. Себебі өзім аккаунт аккаунттың басында сала беретінбіз өзім, бірақ енді кейіннен тек қана осы видеолар арасында ғана бір стористерға салып қоямын өзімді, бірақ көбінесе табиғат салуға тырысам негізінде. Енді маған көбінесе дайректке сообщение көрген кезде бәрі риза болып жатады. Әділет аға, сіз қазақша жазасыз, или бір қазақтардың бір қазақ үшін бір әндерін саласыз деп сондай көп айтып жатады. Риза боламын солыңызға, мен сол үшін сізді оқимын деген, қазақилығыңыз үшін оқимын деген. Бірден бір септігі ауылда өскенім шығар біздің. Ауылда шыны керек, ауылда бір орыс болған жоқ біздің ауылда. Өңшең қазақи ауыл ғой, Кенен деген, Кенен Әзірбаев деген ауыл. Ол жерде орыс келе жатыр біз деп орыспен қорқытатын. Қалаға шыны керек бір ауыз орысша өлмей келдік шыны керек. Соның бірден бір пайдасы қазақ тілінің дамуына сол болған шығар, бір орысша білмей келгеніміз. Егер мен орысша тәрбиеде өссем, егер орысша сөйлеп жүрген кезде мүмкін мен қазақша дұрыс сөйлемеуім де мүмкін бе еді, көбінесе орысша жазу мүмкін бе еді деп ойлап қоямын. Көбісі тілге келген кезде қазақ тілін бір шектетіп қояды ғой. Негізі жаман болып отқан жоқпыз қазақ тілін. Қайта дамып келе жатыр. Дамуына бір септігін тигізіп жүрдік деп ойлаймын негізінде. Дұрыс. Көп жерлерде ішің ашиды. Біз енді қазақи фотограф, блогерлар болғаннан кейін қазақ тілді жігіттер былай ысырып қояды да. Орыс тілді подписчик аз болса да, не болса да, орыс тілді нелерді, блогерларды нелер тартып жатады. Сол кезде біз кішкене шын ашып қалады. Енді қазір енді Аллаға шүкір, қазақ блогерлар да көп, қазақ видеогорптар да көп, қазақ тілді қуанамыз. Әйтеуір өссе екен, осы қазақ тілі дамыса екен деген әйтеуір сондай бір мақсат бар. Шетелдерде болдың, қазір болашақта қандай елдерге, мемлекеттерге барғың келеді? Не себепті? Енді бірден бір болғым келетін шыны керек. Мысалы, мен Америкада, көбісі Америкаға барғысы келіп жатады ғой. Мен Америка, мысалы, Дубайға барғысы келеді. Мен өзім Дубайда болмаған, бірақ енді бір болып көргім келеді ол жақта. Себебі не үшін аса бір ол жақта құлшынбаймыз. Себебі ол жақта жасандылық көп та. Америка тоже жасанды үйлер, искусственный бәрі қолдан жасалған нәрселер. Маған көбінесе табиғат ұнайды негізінде. Мен көбінесе барғым келеді оңтүстік Америка, Боливия, Перу, Бразилия деген сияқты үлкен сарқырама бар, Анхел бар, Амазонка бар. Соң тағы бір болғым келетін жер Индияда болғым келеді. Индияның өз бір ерекшелігі, бір бұқаны бір арқанға сүйреп жатқан, бетін бәрі балшық бір үндіс деген сияқты, бетін бәрі әжім болып кеткен апа деген сияқты. Или бір арық, өз бір ойықта кедей адамдар көп қой. Арықтап кеткен, үстін бәрі кір-кір, бір сонда бір кадрлар көрсеткім келеді. Міне Аллаға шүкір, міне қараш, біздің Қазақстанның жағдайы одан қарағанда жақсы ғой деген сияқты. Бір сондай жерлерді түсіргім келеді да. Бірден бір барғым келеді. Индия, ол жақта халық көп. Ол жерде локацияда көріп, мұсырда көп, табиғатта бар деген сияқты. Сол жақтар барғым келеді, түсіргім келеді. Шетелге шығу видеоға деген жалпы идея сыйлай ма? Енді мен шетелге шықсаң бір не болады андай, бір айлық бір контент жинап келесің негізінде. Негізі шықсаң өзің бір өсуіңе септігің тиеді. Ол жақта түсірген шетелде түсірген видеоларың осы қазақстандықтар үшін басқаша болып көрінеді, бір қызықты, күшті болып көрінеді. Сол үшін де бір шыққың келеді, бір көрсеткің келеді. Шетелмен осы екі жақтың табиғатын салыстырып деген сияқты. Инстаграмда түсірілген видеолар көбісі дронмен түсірілген. Сол қандай дрон, атауы қандай және ол бағасы қанша тұрады?
Инстаграмда көп түсіріп жүрген видеом дрон менде DJI-дің Mavic Pro 2 дроны. Бағасы 750 мың қалдым комплектісімен, 3 батарейкасы бар. Зарядтайтын бар, машинамен зарядтайтын бар деген сияқты. Жалпы өзің камераға да түсіресің ба былай, чисто дронда ма? Жоқ, мен негізі көбінде дрон емес, мен негізінде камераға түсіретін адаммын. Негізі видеооператорым, фотограф боламын, монтаж жасаймын. Сосын дрон кейіннен дронға қызығушылық болып кетті. Қазір енді Алла қаласа андай спортивный дрондарға қызығып жүрмін. Жылдап бір әйтеуір тесіктерден өтіп деген сияқты. Алдағы уақытта енді жоспар бар. Сен үшін Қазақстандағы топ видеографтар, режиссерлар кімнің жұмыстары ұнайды? Кімді Инстаграмда оқисың? Видеографтар маған мысалы режиссер ретінде Ақан Сатаев ағамыздың жұмыстары ұнайды маған. Ол кісінің жүріс-тұрысы, сөйлегені, бір қазақ елінің бір жанашырлығы үшін бір киноларының өзінен бір байқалып жатады. Бір қазақты жақсы жағынан көрсеткісі келіп тұрады, сол кісі ұнайды маған. Сол кісіні бір үлгі тұтамын десем болады Қазақстанда. Сосын оператор ретінде Азамат Дулатов ағамыз бар, оның жұмыстары маған ұнайды. Болашақта енді қандай пландар бар деп айтсақ болады? Мысалы, енді кино түсіргісі келеді кейбір клип түсіргісі келеді мысалға. Жақсырақ. Мен болашақта кино түсіргім келеді мен клипта түсіргім келеді. Бірақ сапалы дүние жасағым келеді. Не жасасам да енді клип деп айтып жатырмыз ғой. Көп жігіттер достарым хабарласады. Бірақ әндер ұнамайды да, тойский әндер, кішкене сапасы төмен әндер. Ол әнінен білмеймін, ақшасын алып алып түсірсем болады, бірақ ертең күні атыңа өзі бір жаман ат келеді да. Сондықтан өзіме ән ұнайтын болса, ән ұнаса мен даже бесплатно түсіріп беремін ол нәрсені. Өзім ана әншіні жүр сен алып деп мен өзім түсіріп беремін. Сапалы әндер болатын болса. Кино бұйырса енді онда үйреніп уақыт келер, үйренетін шығармын кино жағында. Бір киноның шет жағасында болғанбыз, бірақ енді киноны қатты білем деп айта алмаймын. Ол үшін қасында жүру керек, штатив көтеріп дейді ғой енді. Мықты Ақан Сатаев ағаларымыз қасында, Тимурбек Мамедов ағаларымыз қасында штатив көтеріп, бір нәрселерін көтеріп сөйтіп жүрсек үйренетін шығармыз. Ол үшін ерінбей аға деп звондап, ол салаға да бір күні уақытысы келер оның да бір күні. Видеографтардың көбісі қазір көтеріліп жақсы жұмыстармен шығып жатқан. Енді 100% емес шығар, 90-80% той түсіріп бастағандар негізі. Соған не себеп деп ойлайсың енді? Не үшін той бәрі? Или түсіретін зат жоқ па бізде Қазақстанда басында мысалы? Бұрындар болмаған ба деген сияқты? Негізі, көбісі той түсіріп бастағандарда, себебі тойды барлық жақта жасайды. Тек қалада емес, оны ауылда да жасайды тойды, ауылда да түсіру керек болады, барлық өңірде түсіру керек болады тойды. Сондықтан оған оператор іздейді. Той естелік біздің қазекеңдер білесің ғой, тойға келгенде шашылып аямайды ғой, камера керек. Енді анандай үй, аренда машина, мысалы, той әнші шақырады, соны неге көрсету керек? Видикке түсіру керек. Видик керек. Видикші бала деп баяғыда шақырып кетеміз. Камерщик деген сияқты. Бәрі сол бастауы көреді балалар. Не бар? Мүмкіндік бар түсіруге. Біздің ағамыз септігін тигізді ғой. Мысалы, менің өзімде баяғыда той түсіріп жүрген кезде жас балалар алам, кеңдер үйретемін сендерге той түсіруге. Үйрететінде бастау содан болсын. Сосын той түсіріп жүреді, ана бала өзіне байланысты. Той түсіріп жүреді, бір кезде ана той түсіріп жүрген кезде қанықпайды, басқа нәрсе түсіргісі келеді, басқа нәрсе көрсеткісі келеді. Одан тойды тастайды, документальный фильм бір нәрселерге ауысып кетеді, рекламный ролик, клипқа ауысып кетеді, киноға ауысып кетеді. Сөйтіп кинода жүріп, басқа нәрсе іздене бастайды негізінде. Бұл сала өзі бір қазіргі қоғамға керек мамандық қой өзі. Қазір мен бизнесім болса, оған реклама керек, не істеймін? Видео по-любому керек. Видео керек, фото керек, Инстаграм. Қазіргі адамдар көбінесе
виртуалды әлем дейді ғой, сода жүр. Интернетте бәрі Инстаграм, ТикТок, Фейсбукта отырады, Ютубта отырады көп адамдар. И сол адамдардың алдынан шығу керек. Алдынан шығуымыз керек біз. Оны қалай шығамыз? Бұл тек қана осындай объектив, фотоаппараттың көмегімен, камераның көмегімен ғана шығамыз. Сондықтан әрбір бизнеске, әрбір спортсменге, әрбір жазушыға, бәріне осындай не керек? Видео, реклама, съемка керек любой адамға. Осылай көрсету керек бәріне. Сондықтан бұл мамандық қазіргі қоғамда керек. Мысалы, осы камерамен жаман адамды жақсы көрсетуге болады, жақсы адамды жаман көрсетуге болады. Осы камерамен бір ақпарат дейді ғой. Қазір бір ақпараттың заманы ғой өзі. Кішкентай ғана нәрсені бір таудай қылып көрсетесің осы камерамен, объективтің көмегімен. Неше түрлі нәрселер істеуге болады негізінде. Адам идеологиясын осы камера арқылы құртып жатыр, идеологиясын осы камера арқылы түзеп жатыр деген сияқты неше түрлі жағдай. Қазір енді осы жылдан бастап, енді алдың соңғы 2 жылда видеографқа деген көп сұраныстар болып жатыр, видео саласына деген. Соны көп енді бастап түсіріп қызығып жатқан жандар көп. Сол үшін соларға арнап өзіңнің опытыңнан 3 кеңесті айтып жіберші. Осы ең бірінші кеңесім фотограф болғысы келетін, видеограф болғысы келетін жігіттерге, інілерге айтатын. Бірінші осы видеографқа, фотограф болуды ауыру керек адам. Ауыру керек. Біз аны ойын ойнаймыз ғой, Counter Strike. Сол сияқты ауырасың, бейт азарт қырып кетесің. Сол сияқты ауыру керек. Егер осы ауырған жағдайда ғана осы мамандықтың түбіне жетіп, осыдан жемісіне, жейтініне мен сөз беремін негізінде. Өз жұмысына ең біріншіден, екінші мінез дұрыс болу керек. Әрбір ортаға сыю үшін, басқа бір орталарға сыю үшін мінез керек біріншіден. Мінез көркем болу керек, мәдениетті болу керек, осы нәрсе дұрыс болу керек. Үшіншіден жұмысыңа жауапты. Айттың ба, қолынан келе ма? Иә. Істей аласың ба? Иә. Қолынан келмей ма? Жоқ деп айту керек. Жауапкершілік болу керек. Осы нәрсе болса, ертеңгі жемісін осы мамандықты тесіп шығатына, биікке көтерілетіне мен сенім мол. Камера қарап айтқан бір түрлегіне. Саған қарап айта бермейді. Жалпы не нәрсемен, қандай аппаратпен түсіргені маңызды емес, оны кім түсіріп жатқаны маңызды деген сөзге қалай қарайсың негізі? Енді мысалы мен таныстарым бар, оператор. Техникалар масқара енді, көп техникалар бар. Бірақ көрсетіп жатқан жұмыстар аз. Себебі ол жігітте онша идеясы жоқ, баланың өзі онша қызығушы жоқ, бірақ техникасы бар. Айтылған нәрсе түсіреді, болды, одан артық ешнәрсе жұмыс жасамайды. Одан еш көрсетілім не жоқ, результат жоқ дейді. Мысалы, жігіттер бар, мысалы, немен де, телефонмен де мықты шығарып жатқан, мықты роликтар шығарып жатыр, түсіріп жатыр. Адам жігіттің өзіне байланысты. Мысалы, өзінде техникасы жоқ болса да, аппарат жоқ болса да, біреуден сұрап, арендаға алып, сөйтіп түсіріпсе де болады негізінде. Мен де қазір техникам жоқ қой, не істеймін деген жігіттерге алсын, арендаға беретін жерлер көп. Или жаңағыдай бір оператор, фотограф балалардың қасында жүрсін көмекші. 3 ай жүрсін бесплатно, мысалы, мықты балалардың қасында жүрсін, үйреніп. Студияларға кірсін, даже бесплатно кірсін, опыт үшін. Опыт өзіне алып келеді. Опыт жинайды ол жігіт. Опыт жиналады. Соң опыты уже оған ақша алып беретін болады. Уже жұмыстар, адамдар жүгіретін болады. Бірінші адам, бізде көбінесе жігіттер қателеседі, сразу келіп жұмыс істеп ақша тапқысы келеді. Көп жігіттермен мысалы үйренгісі келетін жігіттер бар. Сразу келіп қанша бересіз деген сияқты. Жоқ, бірінші біздің өзіміз, мысалы мен өзім бір кісінің қасында 1 жыл жүргем. Кішкене айлық аз беріп қойды, берсе береді. Әйтеуір жүріп бірінші адам үйренеді, соң опыт жиналады. Опыт жиналғаннан уже күшті ақшалар келе бастайды да жұмыс. Сенің опытың артынан ақша жүгіреді уже. Соны айтқым келеді негізінде. 3 ай болсын бесплатно жұмыс жасасын опыт үшін, өз мамандық үшін, үйрену үшін, білім үшін. Баяғыдан ата-бабаларымыз бәленбай жер кезіп жаяу. Ана кісі үйінде жоқ болса, сол кісінің есік алдында күтіп, чаң-чаң болып, күннің үстінде жатып, сөйтіп 1 ай ішін бір білімді сөйтіп алғанда кезінде. Бізде қазір жетеді, ізденем десе YouTube тұр, интернет тұр. Интернетте жетеді, мысалы, не керек, үйренем деген нәрсенің бәрі, сабағымен сабақ бір дегенсе. Мен өз басы монтаж YouTube'қа қарап үйреніп алғам. Керек болды, трелді 2 камералық монтаж жасау керек болды. YouTube'қа қарап үйрендім, мысалы. Adobe Premiere YouTube'дан үйреніп алғам өзім.
Барлықтарыңызға бүгінгі сұхбатты қарағандарыңыз үшін рахмет. Қонақта болған Әділет Рахметолла. Комментарий жазыңыздар, лайк басыңыздар және каналға тіркелуді ұмытып кетпеңіздер.